Бүгін сіздерге дәмі түрлі үйретін, оңай, тез дайындалатын пакет рецебін ұсынамын. Олар өте дәмді, нәзік, тіпті аузыңда ериді. Ерінбей жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің еңбегім ұнаса, лайк басып, тіркеліп қоңырауды белгілеңіздер. Дайындалу тәсілін мұқият қарап отырыңыздар. Құрамына ұн, жұмыртқа, қант, қаймақ, сүт, айран, тұз, ас содасы қажет. Ең алдымен айранымызға ас содамызды салып араластырамыз. Айранымыз көпіршідің. Енді үстіне қалғандарын салып араластырамыз. Жұмыртқа, қант, бір қасық қаймақ, сүт, тұзымызды салып араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Әркімнің айраны әртүрлі болғандықтан ұнды көз мөлшермен саламыз. Енді миксермен араластырамыз. Міне осындай қоюлықта болуы керек. Мен қоспамыз дайын болды. Құрғақ табада, баяу отта пісіреміз. Беті көпіршіп, қоңырқай түске енгенде келесі бетіне аударамыз. Ауызда еритін тамаша панкейкіміз дайын болды. Көлеміне қарай шамамен 25-30 дана шығады. Астарыңыз дәмді болсын.